Менің атым Гүлнар болады, Гүлнар Жүсіповна. Мен вообще-то қызым алған. Қызымның иммунитеті слабый болды. Манту салып, манту сағанда қолы ісіп кетті. Сколько дочке лет вашей? 11. Жасмина. Да, Сіз помню. өзіңіз Помню, білесіз ғой. помню. И мені осы компанияны мен вообще бірінші рет Астанадан естіген жолдастарымнан, осындай бар деп бір отырыста отырғанда. Содан кейін мен оған сенбедім. Рас, енді қаншама компания, қаншама нелер бар, мен өз басым сенбедім да, кеттім. Осы Жезқазғанға келген кезде маған Гүлжана жіберді, осындай не шақырды. Осы жаққа Аманкүл мен Алия келді. Сосын мен бардым, барып, маған енді қызықтады, мен шыны керек. Бір жағынан жаңағы қызымның денсаулығы үшін барып, Алиялардан 10 капсула сатып алдым. Сұрадым осындай. Олар айтты, 7-ге бөліп қызға беруге болады деді. Сол үйге келдік та, 7-ге бөліп қызыма бердім. Бір где-то, енді өтірік айтпайын, бір 20 ба 18 күннен кейін жаңа қызымнан құрт түсті. Кәдімгідей. Қызым кәдімгі. Откуда? Туалет? Да, туалет. И қызым айқайлайды, мама деп. Жүгіріп барсам, и көрсетіп жатыр да. И анау неге түсіп кетті. Үлкен ба? Да, вот мынандай. И мен өзім суретке түсіруге де неткен жоқпыз. Екеуміз біртүрлі саспалып қарадық та, сонымен ағызып жүрдік суды. И қызым қазір жақсы ұйықтайды, сабаққа ешқандай несі емес, ол биге барады. Одан бос уақыт жоқ та, би қосымша жаңа английский, математика, біз таға береміз ғой, жаңағы каратесі бар, несі бар. И бала шаршайтын. Ал қазір шаршамайды. Наоборот. Она набрала вес? Нет. То есть нормально? Да, нормально. Сонымен сұрақ қояды, бітті капсуласы. Аманкүл тәтеге звондаңызшы, қашан әкеледі маған капсуласы. Молодец. А мен жазылдам енді, күтіп жатырмыз. Сонымен қызым жақсы, қуанып жүр. Енді жаңа өзі келгенде жақсылап түсіндіріп беретін еді, ол өзі шустрая вообще.